Қордайда биыл бюджет қаржысы 99,9%-ға игерілді. Өнеркәсіп, инвестиция, құрылыс және ауыл шаруашылығы салаларында оң динамика байқалады. Бүгін аудан әкімі облыс орталығына келіп, атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. Ауыл тұрғындарының өтініштері де назардан тыс қалмаған. Толығырақ сюжетте. Бүгінде Қордай тек өркендеу жолында. Аудандағы 41 елді мекеннің 36-сы газбен қамтылған. Бұл жалпы көрсеткіштің 87,8%. Ал қалған 5 елді мекен бойынша жобалар әзірленіп, тиісті қолдау көрсетілген жағдайда жұмыстар басталады. Аудан әкімі Бекзат Болатбековтың айтуынша, Қордайда мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елді мекендерді 100% сапалы ауыз сумен қамту қарқынды жүруде. Бұл бағытта 9,4 миллиард теңгелік 11 ауыз су желісінің құрылысы аяқталған. Осы және өзге де жұмысты жіпке тізген басшы бастысы сапа дейді. Ағымдағы жылы Сарбұлақ ауылындағы 18,8 шақырымды құрайтын Благовещенский егістік алқаптарын суару каналының қайта жаңғырту жұмыстары, Гвардейск, Қарасай Батыр, Күнбатыс екі елді мекендерінде ауыз су құбырлары жаңартылуда. Өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысының тапсырмасымен берілген Қордай ауылындағы достық үйінің құрылысы басталды. Үлкен Сұлутөр ауылындағы спорт кешенінің құрылысы жыл соңына дейін аяқталып, қолданысқа беріледі. Басқосу барысында телеарна тілшісі аудан басшысына Отар ауылының жағдайына қатысты сұрақ қойды. Жол, су және көше жауына қатысты мәселе қашан толық шешіледі? Әкім аталған мәселеден хабардар екендігін жеткізді. Атқарылған жұмыс та айтылмай қалмады. Атар ауылындағы кіреберіс 16 шақырым жолды біз толықтай аяқтап қолданысқа бердік. Енді ауыл ішілік көшенің жолдары жыл сайын бюджетте қаражат бөлінуіне байланысты кезек істелінеді. Ауыз су мәселесімен бізде өткен жылы Атар ауылындағы ауыл тұрғындарының сұранысымен 2 көшеге су жүйесі толықтай жүргізілген болатын. Бүгінгі бізде тұрғындар тарапынан су мәселесі бойынша арыз шағым түскен жоқ. Жұмыспен қамту бағытындағы жоспар да жүйелі түрде орындалып келеді. Аудан әкімі бұл үшін халықты қолдау шараларының күшейтілгенін атап өтті. Сонымен қатар өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету мақсатында бірлескен жұмыс жалғасатынын жеткізді. Аудан экономикасын дамыту мақсатында алдағы уақытта да жүйелі жұмыстар жалғасын табатын болады. Әрине, бұл тұста халықпен тығыз байланысты жұмыс атқаратын сіздердің қолдауларыңыз аса маңызды. Сондықтан да мемлекет басшысының жолдауында көтерілген мәселелерді орындауда жұмыла еңбек етіп, бірліктің үлгісін көрсететін боламыз. Жалпы ауданда инфрақұрылымды дамыту мен тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыру бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде атқарылып келеді. Көтерілген мәселеде кезең-кезеңмен шешімін табады, дейді Бекзат Болатбеков. Ердәулет Мұса, Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.